Тараз мемлекеттік университетінде табан диабетінің синдромына шалдыққан науқастарға ортопедиялық аяқ киім құрастыру тақырыбында ауқымды ғылыми жоба іске асып жатыр. Ғылыми жобаны орындауда республика бойынша бірінші мәрте заманауи 3D Foot Scanner құралы қолданылуда. 3D Foot Scanner табанның 68 түрлі өлшемдерін жылдам және жоғарғы дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар табандарының патологиялық ауытқуларын жоғары дәлдікпен анықтап, күнделікті және ортопедиялық аяқ киім қалыптарын жобалауға мүмкіндік береді. Аяқты сканерлеу уақыты 3-5 секундта жүргізіледі. Сканерлеу барысында тапсырыс берушінің аты жөні, жынысы, жасы, салмағы, бойы, аяқ киімнің өлшемі және зерттелінген күні жазылады. Сканерлеп болған соң программа табанның барлық өлшемдерін автоматты түрде шығарып береді. Одан кейін сканерленген табан үлгілері мәліметтер базасын құруға, табан үлгілерін қажетті форматта сақтауға мүмкіндік береді. 3D сканер жалпақ табандылық ауруының категориясы мен индексін автоматты түрде анықтап береді. Сақталынған табан үлгілері фрезерлі станокта немесе 3D принтер арқылы аяқ киім қалыптарын жобалауға мүмкіндік береді. Аяқ киім қалыптарын жобалау үшін CRISPR программасы қолданылады. Программада арнайы аяқ киім қалыптарының стандартты үлгілері берілген. CRISPR программасына 3D сканер арқылы алынған табан үлгісі жүктелінеді және аяқ киім қалыптары жобаланады. Табан өлшемдері арқылы жобаланған аяқ киім қалыптарының параметрлері автоматты түрде беріледі және табан өлшемдеріне патологиялық ауытқуларына байланысты қажетті түзетулерді енгізіледі. Жобаланған аяқ киім қалыптары фрезерлі станокта немесе 3D принтер арқылы жасалынады. Қалыпта табанның барлық патологиялық ауытқулары ескеріледі. Фрезерлі станокта жасалынған аяқ киім қалыбы арқылы ортопедиялық аяқ киімдер жасалынады. Жасалынған ортопедиялық аяқ киім үлгілерін өндіру технологиясы Қазақстан Республикасының өнертабыстық патенттерімен қорғалған. Қазіргі таңда елімізде қант диабетіне шалдыққан науқастардың саны артып келеді. Статистика бойынша 340 мыңнан асады. Олардың ішінде жастарымыз да көптеп кездесіп жатыр. Қант диабетіне шалдыққан науқастардың 90% табан диабетінің синдромы деп аталатын әртүрлі табан ауруларына шалдығады. Ол дегеніміз жазылмайтын жаралар, табанның сезімталдылығының төмендеуі, қан тамырларының зақымдануы, инфекциялық аурулар, гангрена және ампутациялар. Табандарының әртүрлі деформациялық ауытқулары бар тұрғындарды ортопедиялық аяқ киіммен қамсыздандыру, олардың денсаулықтарын және еңбекке жарамдылығын сақтап, әлеуметтік жағдайларын жақсартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, зертханада студенттер өндірістік тәжірибеден өтіп, оқу пәндерін практика жүзінде меңгеруде. Ал магистранттар мен докторанттар ғылыми зерттеу жұмыстарын жасайтын негізгі база болып табылады. Зертханада жасалған ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері облыстық, республикалық және халықаралық көрмелерге қатысып, әртүрлі жүлделі орындардан көрінуде.